Армысыздар, бұл видеода біз Python декораторлары туралы айтатын боламыз. Декоратор функцияның мінез-құлқын оның кодына тиіспей өзгертуге мүмкіндік береді. Шындығында декоратордың өзі де функция. Декоратор аргумент ретінде басқа функцияны қабылдайды да, оның орнына жаңа функция қайтарады. Оны мына келесі мысалда қарастырайық. For функциясы біз аргумент ретінде берген name'ді database енгізгендей түр жасайды. Егер де for функциясына берік атын аргумент ретінде берсек, онда терминалға келесі жазба шығады. Осы тұста келесі сұрақ туындайды. Датабейске ақпарат енгізбес бұрын оны ашу керек, ақпаратты енгізген соң жабу керек. Бұл іс-әрекеттер for функциясына қарастырылмаған. Осыларды жұмыс барысына енгізу үшін екі жол бар. Біріншісі бұл for функциясын жаңа талаптарға сай жаңартып жазу, немесе екінші жол декораторды қолдану. Бұл функцияның аты декоратор. Декоратор функциясы аргумент ретінде басқа функцияны қабылдайды. Декоратордың ішінде басқа wrapper, яғни қаптаушы функциясы бар. Декоратор бұл функцияны бізге фонның орнына қайтарады. Wrapperдің ішінде бізге жетіспеген датабейсті ашу және жабу іс-әрекеттері бар. Оған қоса біз аргумент ретінде берген func функциясын шақырады. For функциясын декораторға беру үшін оның төбесінен @sign декоратор деп жазу қажет. Енді барлығы дайын. Егер де for функциясын шақырсақ, онда келесі нәтижені көреміз. Осылайша біз декоратор арқылы функцияның мінез-құлқын өзгерттік. Ал енді не болғанын түсінбесеңіз, онда келесі нәрсені елестетіңіз. Pythonда функцияның return statement'і болса, онда бұл функция оны шақырғанда бізге белгілі бір нәрсені қайтарады. Ол integer болуы мүмкін, яғни бүтін сандар, string, яғни сөздер не әріптер жинағы, тіпті басқа функция. Біз бұл заттарды variableға немесе айнымалыға сақтай аламыз. Айнымалыны сандық деп елестетіңіз. Оның ішіне біз сандарды, сөздерді, тіпті функцияны сақтай аламыз, және де керек кезде сандықтың ішіндегі заттарды өзіміздің кәдеге жарата аламыз. Бұл жерде біз for функциясын шақырғанда негізінен for емес wrapper'ды шақырып жатырмыз, себебі декоратор for'ны алып, орнына бізге wrapper'ды беріп отырады. Бұл дегеніміз for берік негізі wrapper берік болып кеткендігі. Args, keyargs бізге функцияға анықталмаған аргументтерді беруге мүмкіндік береді. Яғни біз берікті аргумент ретінде берген кезде wrapper оны жаттап алды және алдағы тұрған функке берікті берді. Ал бұл жерде func, бұл біз бастапқы берген for функциясы. Егер де видео сізге ұнаса, онда лайк басуды, тіркелуді және бөлісуді ұмытпаңыз. Назарыңыз үшін рахмет.